Ешкім ақмақ емес. Саған бір проблема туралы айтып берейін. Бұл сенің ақшаға қатысты ойыңды жақсартып, басқалардың ақша туралы көзқарасына алаңдамауына мүмкіндік беріп қалар. Адамдар ақша жұмсауда әр түрлі ақмақтыққа барады. Алайда олардың ешқайсысы ақмақ емес. Мәселе мынада. Әр түрлі буынның ұрпағын әр түрлі жолмен ақша табатын құндылықтары әр түрлі. Әлемнің әр түкпірінде тұратын, әр түрлі экономикалық кезеңді бастан кешкен, әр түрлі қарқынмен және әр түрлі сәттілікпен, әр түрлі нарықта жұмыс істеген, әр түрлі білім алған, әр түрлі ата-ана тәрбиелейді. Әр адамның әлемдегі ақшаға қатынасына қатысты өзіне ғана тән тәжірибесі бар. Өз басыңнан өткен нәрсе екінші біреудің айтып бергеніне қарағанда әлде қайда нанымды. Сонымен, бәріміз сен, мен, басқалар адамнан адамға жеткенше қатты түрленіп отыратын ақшаның қалай жұмыс істейтіні жайлы көзқарастармен, заманауи ақиқатпен бетпе-бет келіп отырмыз. Саған ақмақтық секілді көрінген нәрсе мен үшін мағыналы болуы мүмкін. Кедейлікте өскен адамның тәуекел мен сыйақы туралы ойын бай банкердің баласы қанша тырысса да түсіне алмайды. Баға тұрақты кезде ер жеткен адам инфляция кезінде ақыл-ойы толысқан адамның басынан өткен жағдайды ешқашан түсіне алмайды. Алапат тоқырау кезінде бар жиған тергенінен айырылған акция брокері 1990 жылдың соңында жетістікке жеткен техника қызметкерінің түсіне де кірмеген қиындықты бастан өткерді. 30 жылда бірде-бір рецессия көрмеген австриялық америкалықтың басынан өткен жағдайды түсінбейді. Осылай кете береді. Мысалдардың тізімін шексіз келтіруге болады. Сен ақша жайлы мен білмейтін нәрсені білесің. Мен де ақша жайлы сен білмейтінді білем. Сен менікіне ұқсамайтын сеніммен, мақсатпен, болжаммен өмір сүресің. Бұл біреуіміз екіншімізге қарағанда ақылдырақ, я болмаса көбірек ақпарат білгендіктен емес. Мұның себебі біз әр түрлі және өзара ұқсас әрі шынайы тәжірибелерімізбен қалыптасқан әр түрлі ғұмыр кешіп жатырмыз. Сенің ақшаға қатысты жеке тәжірибелерің әлемде болып жатқан нәрселердің 0,1% ғана, бірақ әлемнің қалай әрекет ететіні туралы пікірінің 80% болуы мүмкін. Осылайша ақыл-ой бірдей адамдар рецессияның неліктен болатыны, қандай артықшылыққа басымдық беру керегі, қандай тәуекелге баруға болатыны жөнінде және басқа да мәселелерге қатысты әртүрлі пікірде болады. 1930 жылғы Америка туралы кітабында Фредерик Луис Аллен алапат тоқырау миллиондаған америкалықтың жүрегіне жазылмас жара салды деп жазды. Десе де, одан бері әртүрлі жағдай өтті. 20 жылдан кейін президентке таласқан Джон Ф. Кеннедиден тілші алапат тоқырау жайлы есінде не қалғаны жайлы сұраған кезде ол былай жауап берген. Менде тоқырау жайлы нақты, оны көзімен көрген адамдардан алған мәлімет жоқ. Отбасым дәулетті, әлемдегі ең ауқатты адамдардың бірі болдық. Үйіміз үлкен болатын, қызметшілер де көп еді. Саяхатқа жиі шығатынбыз. Есімде жалғыз қалғаны, әкем ең болмаса тамақ тауып жесін деп тағы бірнеше бағбанды жалдаған. Харвардта оқығанға дейін тоқырау жайлы шынымен де білмеппін. Бұл оның 1960 жылғы сайлау кезінде сөйлеген сөзі. Аға буынның еншісіне бұйырған ең ірі экономикалық алапат жайлы дым білмейтін адам қалайша экономиканы басқармақ деп ойлады адамдар. Көп жағдайда Кеннеди мұндай олқылықты екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі тәжірибесінің арқасында еңсерді. Бұл оның басты қарсыласы Хьюберт Хамфридің басынан өтпеген, алайда алдыңғы буынның жанына терең жара салған қасірет еді. Мәселе мынада. Ешқандай оқып тоқу да, алдын ала сезе білу сияқты дара қасиет те нағыз қорқыныш пен сенімсіздіктің не екенін бізге дәл сол кездегідей етіп түсіндіріп бере алмайды.
Мен алапат тоқырау кезінде бәрінен айырылып қалудың қандай болғаны жайлы оқып біле аламын. Алайда менде сол бір қасіретті кезеңді басынан өткерген адамдардың эмоциялық жарақаты, сол жарақаттан қалған тыртық жоқ. Сол күндерді бастан кешкен жан мен секілді адамның акция егері болу сияқты нәрселерде қалайша өзіне тым сенімді болатынын түсіне алмайды. Біз әлемге басқа призмадан қараймыз. Электрондық кестелер ірі биржа нарығындағы тарихи құлдыраулардың жиілігін модельдеп бере алады. Алайда олар үйдегі балаларының бетіне қарап, осылардың өміріне теріс әсер етіп қалатынын қателік жіберіп алмадым ба деген уайымды модельдей алмайды. Тарихқа көз жүгіртсек, біраз нәрсені түсінгендей боламыз. Алайда сол оқиғаны өз басыңнан өткізбей, оның салдарын өз көзіңмен көрмей, оны өз мінезі құлқыңды өзгертетіндей жеткілікті түсіне алмайсың. Бәрімізде әлемнің қалай құрылғанын, қалай жұмыс істейтінін білеміз деп ойлаймыз. Бірақ білетініміз, білмейтініміздің мыңнан бірі ғана. Инвестор Майкл Батник айтпақшы, кейбір оқиғаларды түсінуден бұрын бастан өткеру керек. Әрқайсымыз осы ақиқаттың құрбанымыз. 2006 жылы ұлттық экономикалық зерттеу бюросының экономистері Улрике Малмендер мен Стефан Нагел тұтынушы қаржыларын тексерудің америкалықтардың ақшаны қалайша жұмсайтындарын егжей-тегжейлі сараптаудың 50 жылдық шолуын жасап шықты. Теориялық тұрғыдан алғанда адамдар инвестициялық шешімдерін өз мақсаттарына және дәл сол сәттегі қолжетімді инвестиция мүмкіндіктеріне қарай қабылдауы керек. Бірақ адамдар олай істемейді ғой. Экономистер адамдардың өмір бойғы инвестициялық шешімдері айтарлықтай дәрежеде инвесторлардың өз заманындағы, әсіресе есейе бастаған шағындағы тәжірибелеріне байланысты екенін аңғарған. Егер сен инфляция деңгейі жоғары кезде ержеткен болсаң, онда сен жасың ұлғайған шақта инфляция деңгейі төмен кезде өмір сүрген адаммен салыстырғанда акцияға азырақ ақша салған болып шығасың. Ал егер акция нарығы күшті болып тұрғанда есейген болсаң, онда акция нарығы әлсіз болып тұрған кезде есейген адамға қарағанда акцияларға көбірек ақша саласың. Экономистер біздің нәтижелер жекелеген инвесторлардың тәуекелге дайын болуы, олардың жеке өмірінің тарихына байланысты екенін көрсетті деп жазады. Ақыл да, білім де пысықтықта емес. Бар болғаны маңдайыңа жазған тағдырыңа байланысты. The Financial журналы 2019 жылғы акциялар бойынша әйгілі менеджер Билл Гросстан сұхбат алды. Гросс 10 жыл бұрын немесе кейін тусам, дәл қазіргі орнымда болмас едім деді. Гросстың мансабы пайыз мөлшерлемесінің төмендеп, облигация құнының қымбаттап жатқан кезінде орайлас келді. Мұндай нәрселер алдыңнан шығатын мүмкіндіктерге ғана емес, сол мүмкіндіктерді өзіңе ұсынған кезде ол жайында не ойлайтыныңа да әсер етеді. Гросс үшін облигациялар байлықтың көзі болды. Инфляция жоғары болған кезде еңбекке араласып, бәрін басынан өткерген әкесінің қатарластары үшін бұл дәулетін босқа шашу секілді көрінуі мүмкін. Бір-біріне қатты ұқсайтын адамдардың да ақша жұмсауда айырмашылығы шамалы. Акцияларды алып қарайық. Егер сен 1970 жылдары туған болсаң, онда жасөспірім шағыңда және 20 жасыңда инфляция түзетуімен 32 есе артар еді. Бұл керемет қайтарым. Егер сен 1950 жылы туған болсаң, онда жасөспірім шағыңда және 20 жасыңда инфляция түзетуімен нарық барса келмеске кетер еді. Туған жылдары бойынша кездейсоқ екіге бөлініп қалған екі топтың адамдары акция нарығының қалай жұмыс істейтіні жайлы әртүрлі көзқараспен өмір сүре береді. Енді инфляцияны қарастырып көрелік. Егер сен 1960 жылдары Америкада туған болсаң, онда сенің жасөспірім кезің мен 20 жасыңда жап-жас, бәрінде алып ұшпа көңілмен қабылдайтын, экономиканың қалай жұмыс істейтін енді біле бастаған шағыңда баға 3 есеге дейін шарықтап кеткен газ бен жалақы алу үшін ұзын сонар кезекке тұратын жағдайлар әлі есіңде.
Ал егер 1990 жылы туған болсаң, ол кезде инфляцияның төмен болғаны сонша, сен ол туралы ойланып та көрмеген боларсың. Америкадағы жалпы ұлттық жұмыссыздық 2009 жылдың қарашасында 10% шамасында болды. Алайда 16-дан 17 жасқа дейінгі орта мектепті аяқтамаған афро-америкалық ер адамдар арасындағы жұмыссыздық 49% болды. 45 жастан асқан жоғары білімді ақ нәсілді әйелдер үшін бұл көрсеткіш 4%. Германия мен Жапониядағы жергілікті акция нарығы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жойылып кетті. Тұтас аудандар бомбаланды. Соғыстың соңында Германия фермерлері ел тұрғындарын күніне 1000 калория тамақпен қамтамасыз етуге жететіндей ғана өнім шығарып отырды. Мұны акция нарығы 1941 жылдан бастап 1945 жылдың аяғына дейін 2 есеге дерлік артқан. Ал соңғы 20 жылда экономикасы дәуірлеген ақш-пен салыстырып көр. Аталған топ мүшелері өмірлерінің соңына дейін тек инфляция туралы немесе акция нарығы, я болмаса жұмыссыздық, яки жалпы ақша жайлы ғана ойлайды деген ұғым ешкімде де болмау керек. Олар қаржы ақпараттарын дәл осылайша қабылдай береді деп те ешкім ойламау керек. Ешкімде олардың көзқарасының өзгермейтініне сенімді болмауы қажет. Ешкім оларды бір ғана кеңеске құлақ түріп, содан ауытқымайды деп ойламағаны жөн. Ешкім олар ненің маңызды екені, ненің соған лайық екені, келесі нәрсенің не болатыны және алға жылжудың ең жақсы жолы туралы келісіп алады деп болжам жасамау керек. Олардың ақшаға деген көзқарасы әртүрлі әлемде қалыптасты. Ондай кезде бір топтың адамдарына өрескел көрінетін ақшаға қатысты көзқарас басқа топ адамдар үшін мағыналы болуы мүмкін. Біраз жыл бұрын The New York Times газеті Тайвандағы Foxconn электроника бұйымдарын жасайтын ірі компанияда жұмыс істеу шарты туралы мақала жариялады. Шарттары енді сұмдық екен. Оқырманның ренжитін жөні бар, бірақ осы мақала туралы Қытай жұмысшының жиені жазған пікір өте қызықты болды. Тәтем америкалықтар ауыр еңбек дүкені деп атайтын жерде бірнеше жыл жұмыс істеді. Жұмыс ауыр еді. Ертеден кешке дейін бел жазбайтын. Еңбек ақысы аз. Жұмыс істеу жағдайы нашар. Тәтемнің осы фабрикалардың біріне келмес бұрын немен айналысқанын білесіздер ме? Ол жезөкше болатын. Ауыр еңбек дүкенінде жұмыс істеу идеясы оның бұрынғы өмірімен салыстырғанда әлде қайда жақсы деп ойлаймын. Әпкемнің тиын тебен үшін бірнеше еркекке тәнін сатқанша, бірнеше долларға қатал капиталист бастыққа маңдай терін сатқанды жөн көретінін білемін. Міне сол себепті де көптеген америкалықтардың ауыр еңбек дүкені жайындағы ойына ыза боламын. Бізде батыстағыдай жағдай жоқ. Біздегі мемлекеттік инфрақұрылым бөлек, еліміз де өзгеше. Иә, зауыттың жұмысы ауыр, бәлкім одан жақсырағы бар шығар. Иә, бар. Тек оны америкалықтардың жұмыс орнымен салыстырсаң ғана бар. Мен мұндай көзқараспен келіспесімді білмеймін. Бір ойым қызыл кеңірдек болып даулас дейді. Тағы бір ойым түсінуге тырысып бағады. Бірақ негізінен бұл бір жақты түсіністікпен ақ-қара деп есептейтін тақырып туралы әртүрлі тәжірибенің сан алуан көзқарасқа қалай алып келерінің мысалы. Адамдар ақшаға қатысты қабылдайтын әрбір шешімін сол сәтте таралған ақпараттан алатынымен және әлем туралы өзінің бірегей ментальды моделіне қарай қалыптастыратынымен ақтап алады. Ол адамдар қате ақпарат алуы мүмкін. Толық мәлімет ала алмауы да мүмкін. Бәлкім, ол адамдардың математикасы нашар шығар. Олардың шірік маркетингке сендіруі оңай болар. Ондай адамдар тіпті не істеп жатқанын білмеуі де ғажап емес. Өз әрекеттерінің салдарын жете бағалай алмаса да таң қалма. Иә, олардан бәрін күтуге болады. Алайда қабылдаған әрбір қаржы шешімі
Дәл сол сәтте сол адам үшін маңызды және ол өзіне керек жерлерін ғана белгілеп алады. Олар өздерінің не істеп жүргені, оны неліктен солай істегені жайлы әңгіме айтады. Ал мұндай әңгіме олардың өзіне ғана тән тәжірибеге негізделген. Лотерея билеті туралы қарапайым мысалды алып қарайық. Америкалықтар фильмдер, видео ойындар, спорттық іс-шаралар мен кітаптарға қарағанда лотереяға көбірек ақша жұмсайды. Оларды кім сатып алады? Көбінесе кедей адамдар. ақш-тағы кірісі өте төмен отбасылар лотерея билетіне жылына орта есеппен $412 жұмсайды екен. Бұл кірісі жоғары отбасылар жұмсаған ақшаға қарағанда 4 есе көп. Америкалықтардың 40%-ы қысылтаяң жағдайда $400 тауып бере алмай қалады. Яғни лотерея билеттеріне $400 жұмсай алатын адамдардың көбі сол ақшаны аяқ астынан керек болғанда қалтасынан шығарып бере алмайды. Бірақ бағымыз жанып қалар деп миллионнан бір ықтималдығы бар күмәнді нәрсеге қаражат бөле алады. Бұл маған ақмақтық секілді көрінеді. Бәлкім саған да солай көрінер, алайда мен табысы төмен топтың қатарынан емеспін. Сондықтан көбіміз лотерея билетін сатып алатын жағдайы төмен сатып алушылардың санасындағы пайымды түсіне алмаймыз. Дегенмен сәл-пәл тірісіп көрсең, бұл шамамен былай болады. Біз жалақыдан жалақыға дейін әрең күнелтеміз. Үнемдеу деген мүлде мүмкін емес секілді. Жалақысы жақсы жұмысқа шығуды түсімізде де көрмейміз. Рақаттанып демалу, жаңа көлік сатып алу, медициналық сақтандырудың ақысын төлеу немесе қауіпсіз ауданнан үй алу тек арман ғана. Балаларымызды қарызға кірмей колледжге жібере алмаймыз. Қаржы жайлы кітаптарды оқитын адамдардың көбінің материалдық жағдайы жақсы, я болмаса оны жақсартуға мүмкіндігі бар. Ал бізде ол да жоқ. Лотерея билетін сатып алу бұл сіздерге бұрыннан бар және сіздер солай болу керек деп қабылдап қойған жақсы сыйлықты алсақ деген арманымыздың орындалуына жол ашатын өміріміздегі жалғыз мүмкіндік. Біз арманымыз үшін ақша төлейміз. Бәлкім бізді түсінбейтін шығарсыздар. Себебі сіздер өздеріңіз армандағандай өмір сүріп жатырсыздар. Міне сол себепті де біз сіздерге қарағанда лотерея билетін көбірек сатып аламыз. Бұл пікірмен келіспей ақ қойсаң да болады. Өзің қайраңда тұрғанда лотерея билеттерін сатып алу нашар идея. Десе де мен лотерея билеттерінің әлі де сатып алынып жатқанын есептеп түсіне аламын. Сенің істеп жүргенің ақмақтық тәрізді көрінеді. Бірақ не үшін олай істейтініңді түсінетін секілдімін деген идея бізді қаржы туралы шешімдеріміздің түкпілікті мәнін ашатындай. Қаржы шешімдерін тек қана электрондық кестелерге сүйеніп қабылдайтын бірлі жарым ғана. Ондай шешімдер түскі ас дастарханда немесе компания жиналысында қабылданады. Бұл жеке тарихын, өзіне ғана тән өмірге деген көзқарасың, эгоң, абыройың, маркетинг пен өзгеге оғаш көрінер іс-әрекеттерің хикаяға айналып кететін, сенің пайдаңа жұмыс істейтін орын. Ақшаға қатысты шешімдердің қабылдаудың неліктен қиын екенін және қателесудің, мүлт кетудің неліктен сонша көп болатынын түсінуге көмектесетін тағы бір маңызды сәт осы тақырыптың қаншалықты маңызды екені. Тың да тосын іс екенін ұғыну. Ақша бағзы заманнан бері бар. Қазіргі Түркияның құрамына енген Лидия елінің патшасы Алиаттес 600 жылы алғашқы ресми валютаны шығарды деп саналады. Алайда ақшаға қатысты шешімдердің негізгі жинақ пен инвестициялар әлі буыны бекімеген бала секілді концепцияға сүйенеді. Зейнетке шығу 2018 жылдың аяғында ақш-тың зейнетақы қорында $27 триллион болды. Қор қарапайым инвесторлардың жинақ пен инвестицияларға қатысты шешімдерін анықтаудағы негізгі қозғаушы күшіне айналды. Бірақ зейнетке шығу құқы концепциясы пайда болғалы 2 буын ғана жаңарды. Екінші дүниежүзілік соғыстан бұрын америкалықтардың көбі өле-өлгенше бел жазбай жұмыс істеген. Бұл болжанған шындыққа айналған нәрсе болды.
65 жастағы және одан жоғары жастағы ер адамдардың еңбекке араласу деңгейі 1940 жылға дейін 52%-дан жоғары болды. Әлеуметтік қамтамасыз ету осыны өзгертуге тырысты. Десе де оның бастапқы төлемдері қазіргі зейнетақыға мүлдем ұқсамайтын. Ида Мэй Фуллер 1940 жылы әлеуметтік қамсыздандырудың алғашқы чегін ақшаға айналдырғанда, ол $2254 немесе инфляция түзетуімен $416 болды. Тек 1980 жылдары ғана зейнеткерлерге арналған әлеуметтік қамсыздандыру чегінің орташа мөлшері инфляция түзетуімен айына $1000-ға көтерілді. Санақ бюросы 65 жастан асқан америкалықтардың ширегінен көбін 1960 жылға дейін кедейліктер өмір сүргендер қатарына қосты. Бәрінің жеке зейнетақысы болған деген кең тараған сенім болды. Алайда бұл тым асыра айтылған сөз. Жәрдемақыларды зерттеу институты жұмысшыларға былай деп түсіндіреді. 1975 жылы 65 жастағы және жасы одан да үлкен адамдардың тек ширегінде ғана зейнетақы кірісі болған. Осы жолы болған аз ғана адамның арасында отбасы кірісінің тек 15% ғана зейнетақыға бөлінді. The New York Times газеті зейнетке шыққысы келетін, бірақ оған жағдайы жоқ адамдардың көбейгені жайлы көне мақалды бәрі зейнеткерлік жайлы айтады, бірақ ол үшін еңбек ететіндер аз деп түрлендірсек болады деп жазған. Әр адам зейнетке шығуға лайық және тәуір зейнетақы алу керек деген идея тек 1980 жылдары ғана қалыптасты. Содан бері сол тәуір зейнетақы алудың әдісі әркім ақша жинап, өз ақшасын өзі салып отырады деген үміт қана. Бұл идеяның қаншалықты жаңа екенін тағы да айта кетейін. 401 мың Америка зейнеткерлерінің негізгі жинағы 1978 жылға дейін болмаған. Дербес зейнетақы шоты 1998 жылы ғана құрылды. Егер зейнетақы шотын адам деп елестетсек, онда ол тамағынан су әрең өтетін қаусаған өлім алдындағы кәрі адам болар еді. Көбіміздің зейнетақы қорына ақша жинауды, инвестиция салуды білмейтінімізге ешкім таңғалмас. Біз ақымақ емеспіз, бар болғаны мұны енді ғана бастап жатырмыз. Жоғары оқу орнына да қатысты солай. Бакалавр дәрежесін алған америкалықтардың үлесі 1940 жылы 1:20 болса, 2015 жылы ол 1:4 қатынасқа артты. Осы уақыт аралығында жоғары оқу орнында оқу құны инфляция түзетулерін есепке алғанда 4 есеге дейін өсті. Қоғамда тез белең алатын үлкен әрі маңызды мұндай нәрсе, мысалы, неліктен көп адамның соңғы 20 жылда жоғары оқу орындарына ақы төлеуде тиімсіз шешімдер қабылдағанын түсіндіріп бере алады. Бір нәрсе үйренсек деген талпынысты тудыратындай 10 жылда жинақталған тәжірибе де жоқ. Әйтеуір зымырап барамыз. Қалыптасқанына 50 жылда толмаған индекс қорларында да солай. 25 жылдық хедж қорлары да дәл солай. Тіпті кеңінен қолданылатын тұтыну қарыздары, ипотека несиелері, несие карточкасы мен автонесиелер миллиондаған америкалықтың қарыз алуын жеңілдетсе де, екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғанша кеңінен тарала қоймады. Иттерді 10 мың жыл бұрын қолға үйретсек те, олар әлі күнге дейін жабайы тектерінің кейбір қасиеттерін сақтап қалған. Ал біз болсақ, заманауи қаржы жүйесіндегі тәжірибеміз 20 жылдан 50 жылға дейін ғана болса да, өзімізді керемет бейімделіп кеткендей сезінеміз. Бұл біздің неліктен ақшаны өзіміз болжағандай жарата алмайтынымызды түсіндіреді. Бәріміз де ақшаны ақмақтықпен жұмсаймыз. Себебі бәріміз бұл ойынға жаңадан ғана кірдік және саған ақмақтық секілді көрінген нәрсе мен үшін мағыналы болуы мүмкін. Алайда ешкім ақымақ емес. Бәріміздің шешіміміз сол сәтте мағыналы секілді көрінген жеке тәжірибелерімізден туындайды. Ал енді Билл Гейтстің қалай байығаны туралы хикаяны айтып берейін.